Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін осындай тез дайын болатын галетта дайындаймыз. Ең алдымен каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Қамырын дайындаймыз. Ең алдымен ұнымызға тұз, қант және де сары майымызды қосып крошка жасап аламыз. Содан соң қаймақ қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Иленіп болған қамырымызды жарты сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Қамырды тоңазытқыштан алып, оны пергамент бумагасын үстіне жайып шығамыз. Жайылған қамырдың үстіне крахмалымызды біркелкі етіп жайып, оның үстіне персиктарымызды қойып шығамыз. Қамырдың бетін жауып, үстіне дәміне қарай қантымызды сеуіп, 180 градуста қызып тұрған пешімізге 30-35 минутқа салып аламыз. Қалауларыңыз бойынша бетіне қант ұнтағын сеуіп, ыстық күйінде шаймен ішсеңіздер өте керемет болады. Баршаңызға ас болсын.